ақыретімізді еске алуымыз керек. Ақыретімізге осы дүниеде дайындалуымыз керек. Қыстың қамын жаз ойла дейді. Ақыреттің қамын осы дүниеде ойлау керек. Біздің әрбір істеп жатқанымыз ертең ақыреттегі жемісіміз. Енді соларды біз реттеуіміз керек та. Қалай? Ең бірінші ізгі істермен шұғылдануымыз керек. Ізгі істер дегеніміз, Аллах Тағала не дейді? Мен амила солихан. Егер де бір кім жақсы амал жасаса дейді. Мин закарин ау унса, мейлі ол ер болсын, мейлі әйел болсын. Ва хуа муъминун. Ол мүмін адам да. Мүмін адам қандай да бір жақсы амал жасаса, ол мейлі ер, мейлі әйел болсын. فَنَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ дейді. Сол істегендеріне қарай ақыретте оларды сыйлықтарын береміз деп жатыр. Біз оған міндетті түрде таза әрі жақсы өмір сыйлаймыз. Сондай-ақ олардың бұл дүниеде істеген игі істерінен де жоғары сыйақы береміз деп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам хадисінде «Хайрун наси анфаухум линнас» дейді. Адамдардың ең жақсысы басқа адамдарға пайдалы болғандарын дейді. Хакім Абай не дейді? Адамға хәлінше ихсанды болмақ қарыз істейді. Адамға хәлінше ихсанды болмақ қарыз істейді. Не деп жатыр? Хәлінше дегені шама шарқы жеткенше ихсанды болуы қарыз істеген мойындағы істейді. Әрбірімізге парыз нәрсе да бұл. Ихсан деген не? Ихсан деген кешегі хадисте айтылды, әр сәрсенбі күні болып жатыр. Имам Науаидің хадистеріне шарх болып жатыр. 40 хадисі. Сол 40 хадисті ғалымдарымыз ислам дінін қамтиды деген. Сол хадисте кеше ғана ихсан жайлы айттық. Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға келіп не деді? Ихсан дегеніміз не деді? Маған ихсан жайлы хабар бер деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не деді? Ан та'будаллаха кааннака тараху деді. Ан та'будаллаха. Та'буда деген айбадат, яғни құлшылық қылуың дейді. Сенің құлшылық қылуың қалай? Кааннака тараху. Сен Алланы көріп тұрғаныңдай құлшылық қылуың дейді. Егер бұлай жасай алмасаң, Алла сені көріп тұрғаныңдай құлшылық қылуың дейді. Яғни әрбір сәтімізде Алла мені көріп тұр, Алла мені бақылап тұр. Алланың мына сипаттарын еске алу керек. Алла басир, Алла алим, Алла сами'. Бәрін естуші, көруші, білуші. Бізді көріп біліп тұр, не істеп жатқанымызда. Соны есіңе алып құлшылық жасауың деп жатыр. Ал құлшылық дегеніміз не енді? Құлшылық біздің тек қана намазымыз, оразамыз, берген зекет, қажылығымыз ба? Жоқ. Ғалымдарымыз дәреттің өзін құлшылыққа кіргізген. Не арқылы? Ниет арқылы. Бұны да хадисте айттық алдында. Ниет дұрыс болмаса, адам ақыретте мүфлис болады дейді. Мүфлис деген бұл дүниедегі пақырға отырған адамды, бизнесмен бір сондай адамды тақырға отырса, сол адамды не деп айтады? Мүфлис дейді. Енді ақыреттегі мүфлис болу ауыр да. Ойлаңыз да, қаншама құлшылықпен барасыз. Намазыңыз түгел, ораза, қажылық, зекет бар да. Бірақ бір нәрсе жоқ, ниет жоқ да. Ниет не болған? Адамдар мені мақтасын, адамдар мені тақуа деп ойласын, адамдар мені көрсін, білсін. Сондай да ниет. Жоқ та ақыретте сауап. Сол үшін әрбір ісімізде Алланы көріп тұрғандай немесе Алла бізді көріп тұрғандай амал жасауымыз осы жеткілікті да ақыретке дайындыққа. Осыны ойлап, әрбір сәтінде ойлаған адам ақыретке дайында иншалла. Өйткені олай ойлайтын адам, олай білетін адам мұна дүниеде босқа амал жасамайды, мұна дүниеде күнә жасамайды. Күнә жасаса тәубесін келтіреді. Инналлаха юхиббу тауабина ва юхиббул мутатахирин дейді. Аллах Тағала тәубе етушілер мен
тазаланушыларды жақсы көреді дейді. Ақыретке дайындығымыз осылай болу керек та. Уақытымыз болып қапты, иншалла. Бір ғалым, осы бір қиссамен аяқтайық. Бір ғалым шәкірттеріне айтқан ғой, 30 жыл бұрынғы әлхамдулилля, қараңыздар, әлхамдулилля, Аллаға мақтау айтып жатыр да. Әлхамдулилля деген сөзім үшін 30 жыл бұрын айтылған осы сөз. 30 жыл бойы тәубе етіп келем деген. Сонда шәкірттер сұраған ғой, не болып кетті? Сіз Аллаға мақтау айтып жатсыз ғой. Оны не үшін тәубе сұрап жатсыз оған дейді. Сол кезде не деген? Базарда дейді, базарда өртеніп кетті дейді да. Сөйтіп барлығының несі өртеніп кетті дейді, заттары. Сөйтіп менікі ғана өртенбепті деген хабарды естіген кезде мен Алла әлхамдулилля деп айтып қойдым дейді да. Қуанғанымнан Аллаға шүкір деп айттым дейді да. Бірақ бұл сөзім үшін 30 жыл бойы өкініп тәубе етіп келем дейді. Бірақ сонда да жүрегім тыныштық тапқан жоқ дейді да. Неге? Өйткені мұсылман бауырына қаламаған. Мұсылман бауырының қиыншылығына бірдеге төзе алмаған адам. Пайғамбар сөзі не дейді? Мұсылманның айнасы дейді. Қандай да бір жақсылық істесең, өзің үшін, жамандық жасасаң да, өзің үшін. Мұсылман бауырыңа жамандық жасасаң, мұсылман бауырына жамандық қаласаң, өзіңе қалап жатсың. Неге? Өйткені мұсылманның айнасы. Айнаға қарап, кімді көріп тұрсыз? Өзіңізді. Өзіңізге өзіңіз не істеп жатсыз? Жамандық қалап жатсыз да. Аллах Тағала баршамыздың ақыретімізді хайырлы етсін, өміріміздің соңын хайырлы етсін. Мына дүниеде бізге берілген мүмкіндікте Аллах Тағалаға шынайы тәубе етіп, Алланың сүйген құлдарының қатарына кіріп, шынайы тәубемен Аллах Тағалаға оралуымызды нәсіп етсін.